Ассалямуғалейкум, құрметті менің тыңдаушыларым. Менің арнама қош келдіңіздер. Арнамды қолдап, лайк басып, комментарий жазып жатқан әрбір жанға Алланың нұры жаусын. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз Ибрахимнің алейхиссалам келіні жайлы болмақ. Аллахым, оларға ет пен суда береке бер. Ибрахимнің ұлы Исмаил, ол екеуіне сәлем болсын, Джурхум тайпасының арасында өсіп, кәмелетке толады. Ибрахим жылына бірнеше рет оны көруге келіп кететін. Бірде ажар дүние салғаннан кейін Ибрахим ұлын көруге келеді. Бұл кезде Исмаил Джурхумдіктердің бір қызына үйленген еді. Үйіне келсе, Исмаил жоқ екен. Әйелінен жағдайларын сұрайды. Келіні оған: таршылықта, қиындықта өмір сүріп жатырмыз деп шағымданады. Ибрахим оған: егер күйеуің келсе, оған сәлем айт, есігінің табалдырығын ауыстырсын дейді. Үйіне келген Исмаил бірдеңені сезіп: сендерге біреу келді ме деп сұрайды. Әйелі: я, бір қария келді, сені және жағдайымызды сұрады. Мен таршылықта, қиындықта күн кешіп жатқанымызды жеткіздім деп Ибрахимді сипаттап береді. Саған бір өсиет айтты ма дейді Исмаил. Әйелі: я, саған сәлем жолдауымды және есігіңнің табалдырығын ауыстыруды тапсырды дейді. Сонда Исмаил әйеліне: ол менің әкем, маған сенімен ажырасуды бұйырыпты, сен төркініңе қайт дейді. Сөйтіп онымен ажырасып, басқа әйелге үйленеді. Сосын Ибрахим бірде тағы да келіп, Исмаилды үйінен таппайды. Әйелінен жағдайларын сұрап, күн көрістерін сұрайды. Келіні жағдайларының жақсы екенін айтып, Аллахты мадақтайды. Тағамдарың не деп сұрайды Ибрахим. Келіні ет дейді. Сусындарың не деп сұрайды. Су дейді келіні. Ибрахим: Аллахым, оларға ет пен суда береке бер деп дұға қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол күндері оларда дәнді дақыл жоқ болатын. Егер оларда дәнді дақыл болғанда, сол үшін оларға да дұға қылар еді. Меккенің көзінде ешкім ол екеуінсіз, ет пен сусыз қалмайды деген. Сосын Ибрахим келініне: егер күйеуің келсе, оған сәлем жолда және есігінің табалдырығын бекітуді тапсыр дейді. Исмаил келіп: сендерге біреу келді ме деп сұрайды. Әйелі: я, бір келбетті қария келді, сені және жағдайымызды сұрады. Жағдайымыз жақсы деп айттым дейді. Саған бір өсиет айтты ма дейді Исмаил. Әйелі: я, ол саған сәлем жолдады және есігіңнің табалдырығын бекітуіңді бұйырды дейді. Исмаил оған: ол менің әкем, сені өзімде ұстауымды бұйырыпты дейді. Осылай қанағатшыл келін пайғамбардың дұғасын алады және ол дұғаның берекетін Мекке тұрғындары әлі күнге дейін пайдаланып келеді. Достар, асыл аналар атауымен тыңдарманға жол тартқан видеолардың жалғасын көргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сондай-ақ қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Асыл аналар атауымен жарыққа шығатын видеолар жалғасын жіберіп алмай көре алатын боласыз. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.